Үйдің интерьеріне тікелей байланысты қарайтын бір дүние бар, ол перде. Қазір заман талабына сай перденің де түрі шығып жатыр. Перде таңдауда енді бірі талғамына сүйенсе, енді бірі трендке айналған перделерді сатып алып жатады. Ал сіз 2023 жылға трендке айналған перде түрін білесіз бе? Білмесеңіз экранға жақынырақ отырыңыз. Себебі бүгінгі бағдарлама перде жайлы болмақ. Трендке 2023 жылы трендке айналған перде, ол жаккард перде. Жаккард пердеге біз атлас пердені комбинация етіп жасаймыз. Бағасы 50 мыңнан бастап жоғары кете береді. Клиенттің вкусына қарай, талғамына қарай, фурнитура, аксессуар қандай қосатынына, соның бәріне қарай қосыла береді. Қазір осы жылы именно складкамен, бантовый складкамен тігілген перде модаға келді. Сосын гипсовый держательдер и бахрома уже бізде өтіп кетті. Бахроманың орнына бізде бусы сияқты, моншақ сияқты аксессуарлар пайда болды. Үйдің сәнін кіргізетін, көзге бірден бір түсетін бұйымдар дәл осы перделер. Ал қыз келіншектер осы пердеге қанша қаржы жұмсауға даяр? Минимум 50 мыңнан бастап 500 мыңға дейін құтады, 500 мыңнан да жоғары құтады. Пайдалы, бірақ бізге ұнайтын кәсіп қой, сол үшін бізге тұрақты осы жұмыс. Біз клиенттермен жұмыс жасауды жақсы көреміз. Пердені алатын кезде главный интерьер, ең біріншісі интерьер. Цветін, например, сізде обой, бәрі, например, обойына қарай істейді. Обой серый болса, 2 тон темнее, например, или 2 тон светлылау алу керек. Міне құрметті көрермен, трендке айналған перде түрі осындай. Бұл перденің бағасы 14 мың теңгені құрап отыр. Бағдарламада айтылған кеңестер пайдаларыңызға жарайды деген үміттеміз. Ал ендеше біздің бағдарлама тәмам. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан, бізбен бірге трендте болыңыз.